Сәлем достар, сіздермен Let's Cook KZ арнасы бүгін ортасы ағып кетпейтін бір жасағаннан шығатын восточный пирог рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Ал бастайық. Ең алдымен достар, пирог қамырын дайындаймыз. Ол үшін алдын ала еленген 220 грамм ұнға бір пачка ұн қопсытқышын салып, екеуін араластырып аламыз. Енді осы ұнды тереңде ыдысқа аударамыз. Және оған тоңазытқыштан шыққан 100 грамм сары майдан салып, қолымызбен мінеки осылайша үгітіп, крошка жасаймыз. Осымен крошка дайын достар, ал қазір бөлек ыдысқа бір жұмыртқа жарып аламыз. Және оған 50 грамм құм шекер қосып, шекер ерігенше жақсылап араластырамыз. Ал енді осы жұмыртқалы массаны үгітілген ұнға қосып, өте жұмсақ қамыр илеуіміз керек. Мінеки достар, қараңыздар, біздің қамыр дайын, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, ол өте жұмсақ және қолға жабыспайды. Қамырды тоңазытқышқа салудың қажеті жоқ, оны бірден алдын ала дайындап қойған формаға салып, бір келкі тегіс етіп жайып шығамыз. Мен диаметрі 26 см форманы қолдандым, 24 см форманы қолдансаңыздар да болады. Соңында қамырдың бетін осылай шанышқымен басып шығуды ұмытпаңыздар. Ал енді пирогқа 130 грамм грек жаңғағынан саламыз. Бұл жаңғақты қатты ұсақтаудың қажеті жоқ достар. Мен жай ғана екіге бөліп қостым. Қатты ұсақтайтын болсаңыздар, дәмі дұрыс шықпай қалады. Одан кейін 80 грамм қара мейізден саламыз. Сонымен қатар, мінеки осылай туралған 80 грамм кептірілген өріктен салып шығамыз. Айтпақшы достар, мен барлық өнімдерді алдын ала жақсылап жуып, құрғатып алдым. Ал жаңғақты 200 градус қызып тұрған пеште 10-15 минуттай кептірдім. Ал енді достар, 380 грамм сапалы сгущенканы пирогтың бетіне бір келкі етіп құйып шығамыз. Мен 3 желание сгущенкасын қолдандым. Соңында пирогтың бетін осылайша силикон лопаткасымен тегістеп шығуды ұмытпаңыздар. Ал пирогтың шеттері әдемі болғанын қаласаңыздар, оны видеода көрсетілгендей шанышқымен басып шықсаңыздар болады. Пирогты алдын ала 180 градус қызып тұрған пеште 30-35 минуттай пісіреміз. Мінеки достар, восточный пирог дайын, оның беті осылай бір келкі болып қызаруы керек. Сол кезде ортасындағы сгущенка ақпайтын болады. Сонымен қатар пирогты міндетті түрде бөлме температурасында толық суытып аламыз және қалауларыңызша 1-2 сағатқа тоңазытқышқа салып қойсаңыздар, формасын одан әрі жақсы ұстайды. Достар, бұл рецепт көңілдеріңізден шықты деп сенемін. Маған қолдауларыңызды көрсетіп, рецептке лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.